Қайырлы күн, құрметті менің оқушыларым. Бүгін біз ұбт-ға дайындық бойынша 7-ші сыныпқа арналған тесттерді талдап өтуді жалғастырамыз. Таза заттар және қоспалар деген тақырыпқа арналады. Ең алдымен гомогенді қоспаларды бөлу әдістері. Қандай әдістер кіреді гомогенді қоспаларды бөлуге? Тұндыру, буландыру, сүзу, айдау, магнитпен бөлу дейді. Бізге буландыру кіреді және айдау. Бұл гомогенді қоспалардың бөлу әдістері. Осыны жай ғана жаттап талдап алыңыздар. Ас тұзын ерітіндіден бөлу әдісі. Ас тұзын немен бөледі екенбіз? Сүзу, магнитпен бөлу, буландыру, тұндыру, айдау. Магнитпен бөлу арқылы ас тұзын бөліп шығамыз. Келесі, физикалық қасиеттері тұрақты заттар. Физикалық қасиеттері тұрақты заттар. Қоспалар, біртекті қоспа, гетерогенді заттар, гомогенді заттар, таза заттар. Әрине, ол таза заттар болып табылады. Қоспаларға жатады. Мынаның қайсысы қоспаларға жатады екен? Ерітінділер жатады қоспаға. Дистилленген су жоқ, жатпайды. Қималар әрине жатады. Ауа. Ауаның ішінде де қоспа бар, иә? Азот, кислород деген секілді. Қоспаға жатпайды. Келесі, химия кабинетіндегі қауіпсіздік техникасы ережесіне жатпайды. Қайсысы жатпайды? Жұмысқа тек қана таза, құрғақ, бүтін ыдыс пайдалану қажет. Иә, бұл дұрыс. Ерітінділердің көлемі сынауықтың 1-ден 3 бөлігінен аз болмауы тиіс. Жоқ, жатпайды. Бұндай ереже химиялық қауіпсіздікте техникасында кірмеген. Иісті танып білу үшін ыдыстың аузынан мұрынға қарай алақанмен желпу керек. Бұл міндетті түрде жаттап алатын қауіпсіздік техникасы. Қышқылды сұйылту керек болған жағдайда араластырып жатқан суға қышқылды сыздатып құю керек. Иә, бұл дұрыс. Бір спирт шаммен екінші спирт шамды тұтандыруға болмайды. Түсінікті, Б және Е жауабы бізде дұрыс болады екен. Ұшқыш сұйықтықтарды алдымен буландырып, содан кейін бірден салқындатып, сұйық күйге ауыстыру әдісі. Қайсысы екен? Дистилдеу, конденсациялау, буландыру, кристалдау, айдау. Ұшқыш сұйықтықтарды ең алдымен дистилдеу арқылы да болады. Конденсациялау. Иә, бұл да бізге сай келіп тұр. Және айдау. Оны буландыра алмаймыз, кристалдай алмаймыз. Кеттік әрі қарай. Құрамындағы бөлшектер жай көзбен немесе микроскоппен көрінетін қоспалар. Жай көзбен де, микроскоппен де көрінетін қоспалар. Демек, ол үлкен болу керек. Ол қандай екен? Біртекті қоспалар, таза заттар, әртекті қоспалар, гомогенді қоспалар, гетерогенді қоспалар. Әртекті қоспалар болады. Көзбен көрінетіндей, бірден микроскоппен де, көзбен де көре алатындай. Және ол гетерогенді қоспалар болады. Ал біртекті қоспалар болса, оны жай көзбен көре алмайсыздар. Түсінікті? Таза заттардың қоспалардан ерекшелігі. Құрамы тұрақты, тұрақсыз, физикалық қасиеттері тұрақты, физикалық әдістермен бөлінеді, химиялық әдістермен бөлінеді. Таза заттардың қоспаларының ерекшеліктері. Енді бұны атап өтейік. Құрамы тұрақты болады, химиялық әдістермен бөлінеді, физикалық қасиеттері тұрақты болады. Түсінікті? Құрамы тұрақты болған кейін, оның қасиеті де тұрақты болады. Біртекті қоспаларға нені кіргіземіз? Керосин мен су, қанттың судағы ерітіндісі, ас тұзы мен құм, ас тұзының судағы ерітіндісі, ас содасының судағы ерітіндісі.
Ас тұзын судағы ерітіндісі біртекті болады. Так, керосин мен су. Қанттың судағы ерітіндісі біртекті болады. Және ас судан судағы ерітіндісі біртекті. Түсінікті, иә? Құм мен ас тұзы, керосин мен су, олар әртекті қоспаларға жатады. Біртекті қоспадан қайнау температуралары әртүрлі заттарды бөлуге негізделген әдіс. Дистилдеу, сүзу, буландыру, айдау, кристалдау. Дистилдеу арқылы және айдау арқылы. Түсінікті, бұның бәрін жай ғана оқып, жаттап алсаңыздар болады. Сұрақты дұрыс жауапты, сұрақты дұрыс жауапты. Кез келген тестте кездескенде сіздерге таныс болып тұрған дұрыс жауапты белгілеп кете бересіздер. Гетерогенді қоспаларды бөлу әдістері. Тұндыру, буландыру, сүзу, айдау, магнитпен бөлу. Тұндыру, сүзу және магнитпен бөлу. Гетерогенді қоспалардың әдістері. Таза заттарға нені кіргіземіз? Ерітінділер, дистилденген су, қант, ауа, күкірт. Таза заттарға бізде дистилденген су. Так. Қант және күкірт. Ауа мен ерітінділерде ол таза заттар емес, қоспалар. Құрамындағы бөлшектерді микроскоп арқылы да көрінбейтін қоспалар. Микроскоппен де көре алмайсыздар. Ол қандай екен? Біртекті қоспалар, таза заттар, әртекті, гетерогенді қоспалар, гомогенді қоспалар. Ол бізде біртекті қоспаларды мүлдем көру қиын. Және гомогенді. Түсінікті? Тұндыру әдісімен бөлуге болатын қоспалар. Сірке қышқылы су, өсімдік майы су, бензин су, мұнай су, спирт су. Тұндыру әдісімен бөлуге болатын. Мұнаның қайсысын тұндырып бөлуге болады екен? Ол әрине бензин мен суды, өсімдік майы мен суды, өсімдік майы суды тұндыруға болады. Және мұнай мен су. Спирт қышқылы мен спирт су, жоқ, сірке қышқылы мен спиртті суға араластырғанда тұндыру арқылы бөле алмаймыз. Біртекті қоспалар агрегаттық күйіне байланысты бөлінеді. Газ тәрізді, гомогенді, сұйық, қатты, гетерогенді. Газ тәрізді сұйық болады. Қатты болады. Гетерогенді қоспалар. Агрегатное состояние деген жұтталасау, газ, сұйық, қатты. Гетерогенді қоспалар. Керосин мен су гетерогенді қоспалық табылады. Және ас тұзы мен құм. Мыналар жаңа сіздерде гомогенді болған. Алдыңғы сұрақтарда. Қоспалардың таза заттардан ерекшелігі. Құрамы тұрақты, тұрақсыз, физикалық қасиеттері тұрақсыз, физикалық әдістермен бөлінеді, химиялық әдістермен бөлінеді. Дұрыс, физикалық әдістермен бөлінеді. Құрамы тұрақсыз болады. Физикалық қасиеттері тұрақсыз болады. Гомогенді қоспалар. Гомогенді қоспаларға нені жатқызамыз? Таза ауа, шаңды ауа, бұлақ суы. Түсінікті? Жердің тартылыс күші әсерінен әртекті қоспада қатты заттар мен сұйық заттардың қабат түзіп бөлінуіне негізделген әдіс. Тұндыру әрине.
Келесі сұрақ: суретте қоспаларды бөлу әдістері бейнеленген. Осы суреттерді қоспаларды бөлу әдістеріне сәйкестендіріңіз дейді. Работигіні бірінші суретте қараңыздар. Бұл қандай әдіске жатады? Бұл магнит. Магнит берілген, демек бұл магнитпен бөлу әдісі. Мынау 4. Екіншісі Б. Бұл не? Мына сіздерде фильтр қағазы берілген. Оны фильтрмен не істеп жатыр? Сүзіп жатыр. Түсінікті? С. Бұл не? Мынау сіздерде берілген бу. Ыстық. Бұл буландыру әдісі. Жай суретіне қарап та білуге болады. Май, су. Бұл бізде жаңа айтып өткендей суды не астына тұндырып отыр. Демек, біріншісі С. Екеуі келіп тұр. Мынау келмейді. Осы екеуін қараймыз. Екіншісі Б. Келіп тұр. Үшіншісі бізде Д. Және 4А. Демек, дұрыс жауап Б екен. Түсінікті балалар? Жаңа суретіне қарап, мағынасына қарап та сіздер оны сәйкестендіре аласыздар. Осымен біздің 20 сұрағымыз аяқталды. Бұл бізде 7-ші сынып бойынша химия пәнінен таза заттар және қоспалар тақырыбына арналған 20 тест сұрақтар болатын. ОБТ-да міндетті түрде біреу болмасын, біреу кездесуі мүмкін. Сондықтан басынан бастап, осының барлығын талдап, жаттап, қайта-қайта тесттен шығара берсеңіздер, миларыңызда тез сақталып қалады. Осы жазғы демалысты құр өткізбей, ендігі жылдың ОБТ-сына міндетті түрде дайын болып барайық. Осымен менің бүгінгі беретін информациям бітті. Келесі тесттерде кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған химия онлайн арнасы.